Бір қария дүниеден өтер шағында баласына үш бірдей өсиет қалдырса керек. Балам, жұма сайын үйлен, әр қала салынған сайын сол қаладан бір-бір үйден ал. Тамақты да сол ең қымбат жерлерден же десе керек. Әкесі дүниеден өткеннен кейін бала әкесі айтқандай жұма сайын үйленіпті. Біздің ақын Қали Есалиев ағамыз айтқандай, қайдан бітпейтін әйел, бірақ жұма сайын үйленіпті. Әр қала салынған сайын сол қаладан бір-бір үйден аса керек. Тамақты да сол ең қымбат жерлерден жеген көрінеді. Жылдар өтеді, әкесінің жиған байлығы таусылады. Ақша не әйелге, не үйге жетпейді. Сонда ауылының бір қазыналық қариясынан барып, менің әкем дүниеден өтер шағында осындай өсиет қалдырған еді. Мен дұрыс түсінбедім бе? Бұл қалай болды дегенде, ақсақал айтқан екен: айналайын балам, сенің әкеңнің жұма сайын үйлен дегені, жұма сайын келіншегіңе гүл немесе көйлек әпер, бір жасқа жасарып жүреді дегені. Әр қаладан бір-бір үй ал дегені, әр қаладан бір-бір досың болсын, сол сенің үйің болады дегені десе керек. Тамақтың ең қымбатынан же дегені, адал еңбек ет, маңдай термен ақша тап. Сол кезде тамағың адалынан қымбат бағалы болады дегені десе керек ағайын.